Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жиын дайындайтын боламыз. Ең алдымен талқанымызға қантымызды жуылып тазаланған осындай мейізімізді саламыз. Араластырып алғаннан кейін ертілген сары майымызды құямыз. Сары майды ертпей, бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды да қоссаңыздар болады. Қанттың орнына қоюлатылған, яғни сгущенканы да қоссаңыздар болады. Сол кезде домалақтап формаға келетіндей етіп жасасаңыздар болады. Ал менде бұл жерде ертілген май болғандықтан мен жай табаға қатырып, нығыздап, тығыздап, жай бетін жауып, суық бөлмеге немесе тоңазытқышқа салып қойдым, шетінен кесіп жегенге ыңғайлы болу үшін. Ерте қонақ келетін болса, дастархандарыңызға әдемі көріну үшін жаңағы сары майды ертпей, жай бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды салып, қоюлатылған үстіңізді құйып, шетінен қолға нығыздаған кезде, домалақтағанда бір-біріне жабысып, формасын ұстайтындай етіп құясыздар сгущенканы. Міне менде нығыздап жатырмын. Біз жай өзімізге үйге жегенге осылай тоңазытқышқа салып қоям. Шетінен кесіп жей береміз. Ал сіздер домалақтап, әдемелеп, осылай жасағаннан кейін домалақтап, жаңағы бір табаға тәрелкеге тізбектеп қойып, құрт сияқты тоңазытқышқа қойып, қатқаннан кейін бір ыдысқа, осындай беті жабылатын ыдысқа салып қойсаңыздар болады. Ол өз формасын ұстап тұратын болады. Міне тоңазытқышқа жібердік. Ал егер домалақтасаңыздар, міне дастарханда өте әдемі көрінетін болады. Ал мен шетінен осылай кесіп дастарханға ұсынамын. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видео рецептте кездескенше сіздермен болған мен, Есімбекова Майра. Сау болыңыздар.